Шоқан Уәлиханов алғашқы қазақ ғалымы. Шоқан Уәлихановтың балалық шағымен шыққан тегі. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген. Шын аты Мұхаммед Ханафия, әжесі еркелетіп Шоқан деп атаған. Арғы бабасы Абылай хан, атасы Уәли патша үкіметі ресми түрде бекіткен қазақтың соңғы ханы. Әкесі Шыңғыс омбы училищесін бітірген, аға сұлтан болған. Анасы жағынан туыс нағашылары Баянауыл өлкесіндегі атақты Шормановтар әулеті. Тәрбие беруде сұлтан әулетінен шыққан әжесі Айғанымның ықпалы күшті болды. Шоқан Уәлихановтың білім жолы. Құсмұрында мектепте оқып, дін негіздерін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренді. Сурет салуға, халық әдебиетіне, ғылымға қызығушылығы ерте басталды. 1847 жылы омбы кадет корпусына оқуға түсті. Әскери және гуманитарлық пәндерді үздік оқыды. Орыс тілін жетік меңгеріп, орыс әдебиеті мен ғылымына қызықты. Шығыс тілдері, тарих, философия, география пәндерін терең үйренді. Кадет корпусында белгілі ғалым, географ және Азияны зерттеуші Потанинмен бірге оқып, достасып кетті. Достоевскиймен, Майковпен, Гудковскиймен дос болды. Атақты жазушылар Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Дикен шығармаларын сүйіп оқыды. 1853 жылы кадет корпусын корнет шенімен бітірді. Шоқан Уәлихановтың қызмет жолы. Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютанты болып тағайындалды. 1855 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфорттың орталық Қазақстан, Тарбағатай мен Жетісу жеріне жасаған сапарына қатысады. Қазақ, қырғыз халықтарының аңыздары мен жырларын жазып алды. 1857 жылы Семеновтен Шанскийдің ұсынуымен орыс географиялық қоғамының толық мүшелігіне қабылданды. 1858-1859 жылдары Қашқарияға құпия экспедиция жасады. Қауіпті сапарда Қашқар тарихы, этнографиясы, мәдениеті туралы деректер жинады. Нәтижесінде Алтышар туралы ғылыми еңбегін жазды. 1860 жылы Санкт-Петербургте орденмен марапатталып, әскери шені жоғарылады. 1864 жылы генерал Чернаевтың оңтүстік Қазақстанға жасаған әскери экспедициясына қатысады. Шоқан Уәлихановтың ғылыми еңбектері 1857 жылы Алатау қырғыздарына сапар шегіп, Манас эпосын алғаш зерттеп, жазып алды. Абылай, қырғыздар туралы жазбалар, Ыстықкөл күнделіктері, Үлкен Орда қырғыз қайсақтары туралы тағы басқа еңбектері өте құнды саналады. Қазақтың, сондай-ақ Орта Азия халықтарының өмірінен салған суреттері сақталған. Шоқан Уәлиханов қазақтың алғашқы кәсіби суретшілерінің бірі. Одан 150-дей сурет қалған. 1865 жылдың 10 сәуірінде ауруы қатты асқынған 30 жасына да жетпей, Көшентоған шатқалындағы Тезектің ауылында қайтыс болып, Шоқан Уәлихановтың биографиясы аяқталады. Орыс география қоғамы 1867 жылы оның барлық қолжазбаларын басып шығаруды ұйғарды. Ал 1868 жылы жазбаларда Қашқарға барар жол мен Алатау округіне қайтар жолдың сипаттамасының қысқарған нұсқасы және Шоқан туралы мақала жарық көрді. Шоқан Уәлиханов шығармаларының жинағы 1904 жылы профессор Веселовскийдің редакциялауымен басылып шығып, Орыс императорлық география қоғамы жазбаларының 29 томынан тұтас орын алды. Онда Веселовский Шоқан туралы былай деп айтқан: Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов шығыстану әлемінің үстінен құйрықты жұлдыздай жарық ете қалды. Орыстың шығысты зерттеуші ғалымдарының бәрі де ерекше бір құбылыс деп танып, одан түркі халықтарының тағдыры туралы ұлы және маңызды жаңалықтар ашуды күткен еді. Бірақ Шоқанның мезгілсіз өлімі біздің бұл үмітімізді үзіп кетті. Хадиша Айдарова, Ермұхан Бекмаханов, Әлікей Марғұлан және басқа да зерттеушілердің күш салуы арқасында Шоқан Уәлихановтың еңбектері мен шығармалары қалпына келтіріліп, жаңа ұрпаққа жеткізілді. Шоқан Уәлихановтың Қазақстан тарихындағы алатын орны. Қазақтың алғашқы ғалымы, ағартушысы, этнографы, тарихшысы, суретшісі, қазақ және Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуде баға жетпес үлес қосты. Оның атында университеттер мен мектептер бар. Көшелер мен алаңдар аталған. Ескерткіштер қойылған.
Жыл сайын халықаралық Уәлиханов оқулары ұйымдастырылады. Көкшетау қаласының тарихи орталығында 1971 жылы орнатылған Шоқан Уәлихановқа арналған ескерткіш, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті және педагогикалық институт. Шоқан Уәлиханов жерленген Алматы облысының Кербұлақ ауданында 1988 жылы Алтынемел мемориалдық кешені мен мемориалдық музей, Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнология институты. Алматы қаласындағы нөмірі 68 мектеп, Тараз қаласындағы кітапхана бар. Қазақстанда Шоқан Уәлихановқа арналған 5 ескерткіш пен 1 бюст орнатылған. Алтынемел мемориалдық кешенінде, Алматы қаласында Қақсы ғылым академиясы ғимаратының алдында, Павлодар қаласында Торайғыров көшесінде Шоқан Уәлиханов пен Потаниннің мүсіні. Семей қаласында Достоевский музейі жанында Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевскийдің мүсіні. Көкшетаудағы университет аумағындағы бюст. 2005 жылы Петропавлдағы облыстық тарихи-өлкетану музейінде Ресей жылы аясында Уәлиханов пен Достоевскийге арналған қола барельеф қойылған мемориалдық тақта ашылды. Щучинск қаласындағы Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігіне қарасты кадет корпусы Шоқан Уәлихановтың атымен аталады. Іле Алатау жотасындағы Шың Уәлиханов атымен аталды. Алтынемел ұлттық паркінде Шоқан Уәлиханов бұлағы бар. Қазақстанның барлық қалаларында Шоқан Уәлихановтың атымен аталатын көше немесе мектеп бар. Бішкек қаласында Шоқан Уәлихановтың атымен аталған үлкен көше бар. Омбы қаласының орталығында Шоқан Уәлиханов атындағы көше орналасқан. Шоқан оқыған Омбы кадет корпусында мемориалдық тақта орнатылған. Омбыдағы Қазақстан Республикасының консулдық ғимараты алдында Уәлиханов көшесінде 2004 жылы оның құрметіне ескерткіш ашылған. Шоқан Уәлиханов атындағы Тау Королева мод жерінде орналасқан. Бұл тау 1961 жылы Кеңес Антарктида экспедициясы кезінде картаға түсіріліп, 1966 жылы ресми атау берілген. 1965 жылы Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановқа арналған КСРО-ның отанымыздың ғалымдары сериясынан шыққан 4 копейка номиналындағы пошталық маркасы шығарылған. 1993 жылғы алғашқы қазақстандық банкноттар сериясында оның теңгелік номиналында. 2010 жылы Ресей-Қазақстан бірлескен шығарылымындағы пошталық маркасында, 2010 жылғы Қазақстанның пошталық маркасында бейнеленген. Қазақстанның 2006 жылғы пошталық блогында Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллин, Нәзір Төреқұлов, Қаныш Сәтбаев бейнеленген.